Сапарғали Исқақұлы Бегалин 1895 жылы туған қазақ кеңес жазушысы, қазақ кеңестік балалар әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Бегалин ұлы отан соғысы жылдарында жемісті еңбек етті. Оның қанатты қазақ және Алтай аңызы поэмалары кеңес одағының батырлары Нұркен Әбдіров пен Төлеген Тоқтаров туралы, Олжамиля орыс қызы 16 жыл туралы баллада өлеңдерінде кеңес халқының батылдығы мен табандылығын атап дәріптейді. Жазушы Қазақстанды аралаған көптеген сапарларында ауыл балаларының қиын өмірі мен мұқтаждығына, олардың балалық шақты білмей өсіп жатқандарына жиі куә болды. Оның алғашқы кітабы балаларға арналған Қыран кегі поэмасы қазақ халық аңызының сюжеті бойынша жазылған. Көп ұзамай ол кішкентай жылқышы туралы «Жылқышы бала», содан кейін Сәтжан повесін жариялайды. Бұл Бегалиннің балаларға арналған алғашқы повестерінің ішіндегі ең сәттісі болды. Тамаша жазушының қаламынан бірінен соң бірі «Жас аңшы», «Аюмен кездесу», «Құтқарылған бұғының бұзауы», «Жылқышы қыз», «Қарт Мұстафаның әңгімесі», «Атамның алма ағашы» секілді және тағы басқа повестер мен әңгімелер пайда болады. Жазушының шығармашылығында Шоқан Уәлиханов повесі ерекше орын алады. Қазақ халқының көрнекті президентінің жастық шағы туралы үлкен сүйіспеншілікпен және таңданыспен жазылған бұл кітап ұзақ жылғы тынымсыз еңбектің нәтижесі. Оны балалар мен жас өспірімдер ғана емес, ересек оқырмандар да ризашылықпен қабылдады. Қазақстан табиғаты мен қазақ ауылының тұрмыс тіршілігінің білгірі болған ол туған жері туралы, ол жерде өмір сүріп жатқан керемет еңбеккерлер туралы қысқа, көркем және сүйіспеншілікпен баяндайды және оны сырттан бақылаушы ретінде емес, солардың арасында жүрген адам ретінде жазады. Бегалиннің қазақ балалар әдебиетіне қосқан жемісті үлесі лайықты бағаланды. Ол 2 рет құрмет белгісі орденімен, халықтар достығы орденімен, медальдармен марапатталды.